Ассаламу алейкум, құрметті Мұнара ТВ каналының көрермендері, эфирде келелі отырыс бағдарламасы. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз мектеп саламыз ба, мешіт саламыз ба? Осы тақырыптың төңірегінде әңгіме өтетін боламыз, өйткені бұл өзекті тақырып қоғам арасында да, әлеуметтік желіде де талқыланып жатыр. Осыған орай біздің студиямызға қонақтарымыз келген екен. Ендеше таныстыра кетсек. Нұрбол Тағайып, Наурызбай аудандық Әбубәкір мешітінің бас имамы. Қош келдіңіз аға. Көргенімізге қуаныштымыз. Және де Айтеке Тәжібай, кәсіпкер. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бүгінгі сұхбатымызда өздеріңіз көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Себебі бүгінгі сұхбаттан бір адам болсын өзіне пайда ала алса, ой түйіп кете алса, көріп отырған көз қарақты көрермендеріміз, онда біз үшін үлкен қуаныш, үлкен жетістік болар еді. Ұстаз, енді алғашқы сауалды өзіңізден бастасақ. Осы біздің дінімізде, жалпы мемлекеттің дамуында, дініміз бен дәстүрімізде ілім алудың маңыздылығы қандай? Алхамдулилlah, уассалату аля расулилlah. Аллах Тағалаға мақталы болсын. Және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам салаты болсын. Жалпы енді қазақта құлаққа таныс болған 40 парыз деген нәрсеміз бар. Сол 40 парыздың ішіндегі маңыздылар сол ілім алу. Адам өзінің өміріне керекті болған, табиғатына, қоғамына керекті болған, отбасына керекті болған ілімді алу оған парыз. Міне осы ілімнің аясында барлық нәрсе оның ішіне кіріп кетеді. Жалпы адамға Алла бұйырған парыздан бастап, сол нәпақасын адалдан тауып, бала шағасын адалдан бағу, және сол секілді бала шағасына адал кәсіп үйрету, не болмаса адал білім үйрету, бұның барлығы ілімге жатады. Өйткені дұрыс ілім алған адам, дұрыс бағытты көрген адам осы ілімнің маңыздылығына мән беріп, ақ қарасын ажыратып жатады. Мысалы, кейбіреулер айтуы мүмкін, адамның ала жібін аттама деп. Біреуге адамның ала жібін аттама деп үйрету үшін де оған білім керек. Мысалы, ала жібіңді аттама дейсің да, бірақ оның екінші бір адамның абыройына тиіп кетіп жатсың, не болмаса екінші бір адамның жаңағыдай көңіл күйін қалдырып жатсың. Жоқ, мен жаңағыдай біреудің ала жібін аттамау деген нәрсе бір нәрсені ұрлап алмау емес қой. Бір адамның көңіліне тиіп қалмау, не болмаса қоғамға жаңағыдай фитна болатын, бұзақы болатын бір сөзді тастау, бұның барлығы адамның ала жібін аттау табылады. Сондықтан да қарапайым осы адамның ала жібін аттама деп үйрету үшін де адамға білім керек. Қалай болса да ақша тап, главный біреуге тимесең болды деген сөзі ондай емес. Бәлкім жаңағыдай пайғамбар алейхиссалам өзі қалдырып кеткендей хадисінде кейіннен жаңағыдай бір ұрпағыңды тәрбиелеген кезде бір көркем мінезбен, жақсы тәрбиемен тәрбиелейтін болсаң, сол сенің ұрпағыңа қалдырған ең жақсы жаңағыдай еңбегің, ең жақсы жаңағыдай мирасың. Сондықтан да осы ілімге момын мұсылман міндетті түрде көңіл бөлу керек. Ол ілімнің өзін қазіргі кезде әртүрлі әжелеріміздің өзі көзі көрген, жаңағыдай жақсының көзі көрген кезінде мынау асылдың сынығы деген әжелеріміз, аталарымыз сөздерін саптаған кезде, не болмаса ақыл айтқан кезде көрініп тұрады. Бір ой түйетін бір сөздерді айтып отырады. Енді бір кісілерді көресің, бір қоғамға түк пайдасы жоқ. Жай ғана осы дастарханның үстінде отырған кезде бір дастарханның берекесін қашыратын бір сөздерді айтып отырады. Соған қарап та отырып, адамның қайсысында хикметтілік бар, қайсысында ақылдылық бар, қайсысында білім бар, соның барлығын ажыратуға болады. Мына жүрек деген қазан секілді дейді да, мына тіл ожау. Сол жүректегі нәрсені тіл алып шығады екен да. Адам жүрегінде не бар болса, соны сөйлейді ғой. Жаңа сөзіңізден шығып отыр да, адам өзінің білімінің аясындағы дүниелерді ғана айта алады, өзінің көрген білгенін ғана айта алады. Ана бір кісі айтқан екен, бір жерге барған кезде тек қана тамақ жайлы айтады екен да. Тамақ жайлы айтқанда несін айтады, көрген мен білген болмаса деп, жаңа бір ағаларымыз әзілдеп жатады. Енді ілім алу тұрғысында ойыңыз жалғай кетсеңіз, аға, мына енді қазіргі кезде бұрындары, енді біздің Ахмет аталарымызды қарасақ та, кешегі Алаш арыстарын қарасақ та, барлықтарының бір ауыл молдасына хат таныған деген жазылып тұрады да бәріне. Ауыл молдасына хат таныған, осынша молдадан шып-шып етіп молданың деп Жамбылдың да жазғаны бар. Әйтеуір барлығы да бір молдадан тәлім алып шыққан. Қазіргі кезде бір өзекті мәселенің бірі болып жатыр ғой, осы ілімді осы бір мектеп салайық, неге тек мешіт қана сала береміз.
деген секілді дүние. Бірақ енді қарап отырсаң көп мешіттен гөрі мектеп көбірек негізі. Неге осындай бір пікір қалыптасты деп ойлайсыз? Жоқ, бұл жердегі мәселені жан-жақты қарау керек қой, бір жақтама қарамау керек. Мысалы, қазіргі уақыт пен кезіндегі алашты салыстыра алмайсың. Өйткені кезіндегі медреселер қазіргі таңдағы анау мектеп секілді нәрсе ғой. Мысалы, Семей, бір қала Семейдің өзінде 18 медресе болған. Ол кезде медресе, ілім алатын жер тек қана медресе ол кезде. Ол жердегі медресенің функциясы сауатты ашу. Енді қазіргі кезде қазіргі медресе мен мектеп салыстыруға келмейді енді. Өйткені олар хат танысын деп тек қана хатты танытатын ол кезде сол молдалар болған, медреселер болған. Ал қазіргі таңда медресе бөлек, мектеп бөлек. Сондықтан да мешіт бөлек. Әрқайсының функциясы әртүрлі. Кезінде анау медресе ол функциясы білім беру болған. Сондықтан да ол қазіргі кезіндегі медресе мен қазіргі мектепті салыстыруға болмайды. Өйткені қазіргі мектеп зайырлы пәндерді беретін болса, ал қазіргі медреселеріміз діни пәндерді береді. Осы жақында, осы 2 жыл қанша біраз болып қалды, колледж статусын алды. Өйткені әлгі діни біліммен бірге зайырлы білімді қоса беру үшін. Сондықтан да бұның өзі жаңағыдай мынау екі жақтама алшақтықты аздап жақындаттырады. Яғни діни білімді де аласың, жаңағыдай колледж статусында болғандықтан, жаңағыдай оның ішінде физикасы да бар, оның ішінде химиясы да бар деген секілді. Сондықтан да осының өзі, мысалы қазаққа мысалы көш жүре түзеледі дейді. Сен қазір ауызбен айтып жаңағыдай қоғамды шуылдатып, бәрін 180 градусқа ешкім бұра алмайды. Бірақ кезінде сол медреселеріміз ашылды, қанша уақыт діни білім беріп келді. Енді мынау министерствоға тіркеліп колледж статусын алды ма, демек уже дүниеви мәселелерді қарастырып, жаңағы тәлім беріп жатыр. Ал енді қазіргі кезде әрқайсының функциясы бөлек болғандықтан, мешіттің функциясы бөлек. Мешіттің функциясы, берер функциясы, ол основной жұма уағыздарында. Ал енді мынау жазғы кезде кішігірім лагерь ұйымдастырылады, потенциалы. Сол лагерьде жаңағыдай қалай бата жасау керек, қалай бісміллә деп тамақты бастау керек деген секілді кішігірім лагерьде ғана. Ал енді медреседе ол кәдімгідей как положено жаңағыдай өзінің жаңағыдай бағдарламасымен, өзінің бекітілген жүйесімен сабақ береді. Ал енді қазір мектепті ешкім салыстыра алмайды ғой. Ал енді мектепте қазір мынау көпшілік айтуы мүмкін, діни сабақтарды мектепте беру керек деп. Бірақ енді ол әркімнің өзінің ой көзқарасы, оған құрметпен қарау керек. Алайда ол діни программаны мектепке кіргізем деп кадрды қаяқтан табасын. Өйткені жай қарапайым мешіттің өзіне кадр таппай жатқан кезде, мысалы қазір енді қалалық жерлерде мүмкін енді толып жатыр жаңағыдай бір мешітте 2-3 адам жүр деген секілді, бір мешітте 10 адам жүр деп. Ал енді ауылдық жерлерде ше, ол анау бір мектепке бір пәнді кіргізу үшін оның жан-жақты қарастырылу керек, оның жаңағыдай кадры қарастырылу керек, басқасы қарастырылу керек. Сондықтан да мынау диванда отырып алып деймін, не жаңағыдай әркім ойын айтуы мүмкін, бірақ енді мынау ғылыми жағынан қарайтын болсаң, ол үлкен потенциалды талап ететін нәрсе. Әркім өзінің субъективті ойын мұны объективқа лақтыра бермеу керек. Көпшілік жерге жаңағыдай ойбай бүйту керек. Ол өзіңнің жеке өзің пікірің. Жақсы, әркімнің өзінің пікірі бар. Енді сіздің ойыңызбен тоқтай келісеміз, өйткені мектептің де мешіттің де өзінің атқаратын функциясы бар, өзіндік орны бар. Енді Айтеке мырза, енді сіз кәсіпкер ретінде сіздің бір көзқарасыңызды білгіміз келіп отыр. Осы біздің руханиятымызбен, білімімізбен, шариғатымызбен, дінімізбен жаңа дәстүріміздің ұштастырып, осы жас ұрпаққа бере білудің маңыздылығын айтсаңыз. Енді ең әуелі, бірінші сіздің сұрағыңыздан бұрын мына тақырыпты ашып кетсек деп ойлаймын. Мешіт па, мектеп па деген дау неден туындап тұр? Меніңше бұл жерде ол белгілі бір топ әдейі қасақана бұл мәселені көтерсе де, оның екінші жағы бар. Ол топ алаңдауы мүмкін. Өйткені қоғамда неше түрлі оқиғалар болып жатыр да, діни мәселелер бойынша да. Ол кісілердікі де дұрыс. Олар да ата-ана, біреуі аға, өзінің мектептегі бауырларына алаңдайды. Дұрыс та ол сұрақ. Бірақ енді неге бұл шынымен қарап тұрсаңыз, әлеуметтік желіде барлығымыз отырамыз, неге мешіт көп салынып жатқан сияқты сезіледі? Өйткені, мысалы, біз кәсіпте жүргеннен кейін жарнамаға тікелей байланыстымыз да. Сол кезде мектептің емес, мешіттің жаңағыдай жарнамасы жаңағы қайырымдылық
жинаулары барлығы ол жарнама арқылы жүреді да, тек қана әлеуметтік желіде, сондықтан көп болып көрінеді. Ал бірақ статистиканың өзіне сүйенетін болсақ, мешіт мектепке қарағанда аз. Мысалы мешіті жоқ қаншама ауыл түгел аудандар да бар әлі күнге дейін. Мысалы бір Ақтөбенің өзінде болсын, бір Алматының өзінде болсын, мешіт аз да, бәрі адам санына шаққан кезде келіспейді. Мектепте дәл сондай, бірақ екеуінің қызметі, өзіндік қызметі бар. Екеуін былай мешіт па мектеп па деп салыстыруға мүлдем келмейді негізінде. Неге біз салыстырмаймыз басқа да тойханалармен, неге біз салыстырмаймыз ойынханалармен, зардабы көп дүниелермен. Бізде біз зардабы үлкен деп миымыздағы тек қана қорқынышпен ғана айтамыз да, қорқынышпен жаңағыдай былайша айтқан кезде қазір исламофоб дейтін термин бар ғой, сол жағынан ғана қараймыз да, ол мәселені бір жағынан қарауға болмайды. Ол жақта егер біз көбіне мына дүниеден шығады, мен былай айтайын, ата-аналар мектепті көбейтіңіздер деп шырылдап жүрген ата-аналар да, бірақ біз ақиқатына қарайықшы, мектеп көбейгенімен қазір ентінің заңы, ұлттық бірыңғай тестілеудің заңы күшейген сайын ендіға осы тестілеуге дайындайтын орталықтың саны көбейіп жатыр да. Бала неге 11 жылда ол білімді алып шықпайды? Неге соңында 2-3 айда барып орталықтан білім алу керек? Артықша шығын. Неге шығын кетіп жатыр? Неге ол бәрібір де сол 11 жыл оққан қайтадан оқу керек? Оны өзі де оқып дайындалса болады ғой. Бұл жерде бірнеше фактор бар да. Біріншіден ата-ана балаға деген тәрбиені, жауапкершілікті мектепке, қоғамға ысырып тастап тұр. Қоғамнан көре береді. Негізінде отбасыдан басталады да, бірақ қазіргі таңда өкінішке орай біздің Қазақстанда ашығын айту керек, біздің отанымыз мектептен басталып тұр да. Мектептен жауапкершілікті арту мектепке салынып. Мектепке салынып тұр да. Ол жерде мысалы бірдеңе болса да баламды қарамайсың ба, неге ол мынандай болады, неге бүйтті, неге жарысқа қатысты, мұғалімге артып тастайды. Ал негізінде әр ата-ана демекші, біз қоғам, сіз де, мен де, мысалы менің де інім мектепте оқи ма, әр қайсымыз сол баланың біліміне, сапалы өмір сүруіне біз баса қадағалауымыз керек. Бұл жерде біз санда емес, сапаға жұмыс жасасақ. Мысалы бағана айтып тұрғандай, оқу орталықтары көп, мектеп одан да көп, бірақ оқу орталықтары аз, жаймендеп дамып келе жатыр да. Бірақ біз былай түсіндірем, мысалы кезінде медреседен білім алынды, мысалы осы бізге 11 жылдық оқу деген ол советтік кезден келген дүние ғой. 11 жыл бойы оқу деген заң. Бірақ та біз қазір қараймыз, әлеуметтік желіде түрлі курстар дамып жатыр да. Мысалы айтады, қазір көп адамдар шығып жатыр пікірлер, бізге 4 жыл университет керек емес, мен сол мамандықты 2-3 айда, 2 аптада игеріп ала аламын дейді. Ол пікірді қолдауға болады. Өйткені бұрынғы кезде мысалы медреселердің де түрлі қызметтері, мысалы Ұлықбектің обсерваториясы дейміз, олардың қызметі дәл қазіргідей курстардың қызметін атқарған да. Бірінші медреседен хаттан білімін ашады, бірнеше апталап, айлап, келесі қай жерде мықты ұстаз бар дейді, аралап жүре берген, отырарды, шам өлкесі кете берген да адамдар. Бұрынғы 11 жыл бір жерде отыру деген болмаған. Бірақ біз бұл жерде мектепті де жоққа шығара алмаймыз. Өйткені мектеп баланың, бағана айтқанда өкінішке орай отанымыз мектептен басталып тұр да. Мектеп баланың қоғамға үйренісуіне, барлық мәдениетті, өркениетті тануына және мына білімінің көкжиегінің кеңеюіне әсер береді да. Мысалы мен өзімде дәл солай ойлаймын, біз мысалы дүниежүзі тарихы деген неше түрлі пәндерді оқыдық, біз солай әлемді тани білдік. Ал бірақ қаншама мемлекеттер бар, дүниежүзі тарихы деген сабақ өтпейді. Олар мысалы Қазақстан туралы, тіпті біздің көршілес мемлекет туралы білмейді, ал біз бәрін білеміз да. Біз оларды бір ұлы тұтқанымыз емес, керісінше біз білімге аса назар аударғанымыз да. Енді бізде қазір санға жұмыс жасауымыз бізге келмейді. Өйткені мысалы мектеп салыну ол мемлекеттің мойнында. Мемлекеттен бөлінетін бюджет. Ол бюджет қалай бөлініп жатыр, біз оған кіре алмаймыз. Ол жемқорлыққа тағы не бар, біз білмейміз. Ол тек қана мектептің жауапкершілігінде. Ал мешіт салынуына мемлекеттен ақша бөлінбей жатыр ма, оған адамдар өздері жұмыс кірісіп жатыр ма, оғанда біз біреудің ақшасына кіре алмаймыз да. Біз тек қана сол мешіттегі қандай имам отыр, қандай білім беріліп жатыр, оның мүфтияттың қадағалауы, солар сапаға ғана назар аудара аламыз да. Мысалы мектептің өзінде мұғалімдердің балаға беретін тәрбиесіне назар аударуымыз керек, және үйдегі ата-ана бала қалай оқып жатыр. Мысалы қазір неше түрлі бізде қазір ақпараттық соғыс, интернеттен басқа ақпараттарды алып жатыр, ата-ана мұғалімге қарсы қойылып жатқан ақпараттар бар ма, оны білмейміз да. Сондықтан біз ұлт болып сапаға ғана жұмыс істеуіміз керек. Бұл жердегі тек қана мешіт па мектеп па деген дүние
просто әшейін ғана бір қорқыныштан немесе бір саяси бір ықпалмен жасалып тұрған негізі дүние. салыстыратын дүниелер көп дейсіз ғой, тек мектеп пен мешітті ғана айта бермей. Енді бұл жерде жаңағы айтылып отырған дүние алаңдаушылықтың бәрі неден туып отыр? Ұрпақтың келешегіне байланысты туып отқан сауалдар ғой енді. Мына Абай атамыздың айтатыны бар ғой, адамға өзі балаға мінез үш жақтан жығады. Ең бірінші ата-анасынан, екінші алып отқан білімі кімнен? Ұстазынан, үшінші ортасынан, досынан жығады дейді. Енді бұл тараптан қарағанның өзінде жауапкершілікті мектепке артуға байланысты да Айтеке мырза өте жақсы айтып кетті. Ата-ананың тарапынан егер алаңдаушылық болмаса, қадағаушылық болмаса, онда бір жақта алынған нәрсе бір ескек қайықты бір ғана ескекпен жүргендей алға қарай жылжымауы мүмкін. Енді тамаша ой тұшымды болды. Бұл мешіт пен мектептің өзіндік орны бар екені, әркімде әртүрлі әр санада бір қиял дейді ғой. Әркімнің өзіндік пікірі бар, ешкім онымен қайшылық тудырмайды. Бірақ дегенмен де бір түйінді мәселені, бұл өзекті мәселенің бір түйінін өздеріңізден алғанды жөн көрдік. Енді білімге байланысты келетін болсақ, ұстаз, қазір енді мына біздің кешегі бабаларымызды алатын болсақ, бір Аллаға сиынып кел балалар оқылық деген. Ыбырай Алтынсарин атамыздың сөзі ғой. Енді осы ілім алу, мейлі діни білім болсын, мейлі ол діни емес, кәдімгі әлемді тану білімі болсын, бұл құлшылық түрі ретінде санала ма? Әрине, ол мысалы білім алған кезде пайғамбарымыз айтты ғой, егер кім білім алатын болса, оның дәрежесін, оның статусына келетін болса, тіптен сол бәрде мүлдем күнә жасамайтын періштелердің өзі сол білім алып жатқан адамның аяғына қанатын жайып тұрса, ол қанатын жайып деген сөз демек ол қандай дәрежеде, үлкен дәрежеде жүрген адам. Ол мысалы мынау статистикаға қарайтын болсақ, мынау дүниеви білім дейміз ғой, жаңағыдай светский. Светский білімді алып өмір сүрген адаммен мүлдем білімсіз өмір сүрген адамның екеуі екі басқа болады. Мысалы светский білімді енді мүлдем білім алмай қалғаннан гөрі, анау географияң болса да, жаңағыдай астрономияң болса да, басқаңды оқыған адам, мынау мән беретін мәселеге келген кезде бір нәрсеге көңіл бөлетін болса, өзінің деңгейін ұстап отырады, субординацияны ұстап отырады. Мысалы қатыгездік болатын болса, қатыгездігі қатты кет қалмайды. Біреуге мейірімділік жасайтын болса, субординациямен мейірімділік жасайды. Енді мүлдем білім алмаған адам, жаңағыдай сауатсыз болған адам, қатыгез болатын болса, қатыгездікті асып кетеді бұл. Не болмаса мейірімділік жасайтын болса, мейірімділіктен асып кетеді. Өйткені жалпы білім деген нәрсе адамды ортада ұстайтын нәрсе ғой. Қатты мына жаққа кетіп қалмайды, қатты мына жаққа кетіп қалмайды. Мынау сондықтан да мынау әртүрлі мынау соғыстар болды, басқа болды. Сол кезде мынау адамды өлтіріп, бауыздап, жай бір адам істей алмайды ол нәрсені. Ол нағыз сауатсыз, не болмаса алған сауатының барлығын жаңағыдай миын өзгертіп тастаған, сенің алған сауатыңның барлығы шайтанның сауаты деген секілді. Мынау неге қатты кіріп кеткен, жаңағыдай қатты беріліп кеткен. Мысалы қарапайым мынау Қазақстан болсын, Өзбекстан болсын, мынау мазхаб мәселесінің өзі осы нәрсеге қатты көңіл бөледі. Мазхабты ұстанудың бірден бір қасиеті мынау неге кіріп кетпейді, не жаңағыдай асыра сілтеуге кіріп кетпейді. Өзінің орнын ұстап отырады. Жаңағыдай фанатизмға алып бармайды. Мазхаб деген нәрсе, білім деген нәрсе осы. Енді сенде мазхаб болмайтын болса, белгілі бір қағида болмайтын болса, саған не ашылады, жаңағыдай фанатизмнің есігі ашылады. Эмоцияның есігі ашылады. Егер кім-кім дінді эмоциямен түсінетін болса, ол фанатизммен түсінетін болса, ол адасушылық қалып барады. Дін тек қана іліммен ғана түсіндіріледі. Яғни сауаттылықпен келу керек. Ана дәріні мөлшерінен тыс қабылдасаң, ол болады деген секілді. Сол секілді ғой, мазхабтың өзінің жаңағыдай қағидаттары бар. Мысалы мектептің де қағидаттары бар. Мысалы мектепте бірінші классқа барып астрономияны айтпайсың, астрономияны айтатын болсаң, ол ертектеп қабылдайды оның барлығын. Қашан сенің ана білімің қалыптасып, белгілі бір деңгейге жеткен кезде, одан кейін барып астрономияны айтады саған. Жұлдызды айтады, жаңа күннің айналымын айтады, басқаны айтады. Анау сана сезім қалыптасып, жаңа көк жиегінің өзінің деңгейіне байланысты өзінің дәрежесіне жеткен кезде ғана соған
соответственно білімді беріп отырады. Ал енді бет алды келіп білімді бере берсең жаңағыдай какая разница, бәрі үйренетін нәрсе деп жаңағыдай астрономияны айта беретін болсаң, анау астрономиядағы цифраларды айтатын болсаң, бірінші класс, екінші класстың балдары түсінбейді ол нәрсені. Тіптен анау үлкен кісі сауаты ашық көкжиегі кең адамдар ғана цифраны айтатын болсаң, оның өзіне ойланып қалады, не деген цифра ол. Еще ол цифрасы ана жарық жылдамдығымен есептелетін цифралар. Оны есептеу оның барлығын. Сондықтан да оны түсіне алу үшін, оны қорыта алу үшін да адамға бастапқы білімдер керек. Сондықтан да ол қандай білім болмасын, сауатсыздық ол жақсылыққа алып бармайтын нәрсе. Мысалы, сауатсыз адамды бір-ақ адам келіп үйіріп алып кетеді. Мысалы, мынандай бір не бар, мына психологияда, бір адамды басқарғаннан гөрі 10 адамды басқарған жеңіл. Өйткені бір адам, тобырда еш жоқ. Сен ана бір адамды қашан оның несін түсіндіріп болам дегенше, ол уже қарсыласып саған сұрақ қоюы мүмкін, басқа болмайды. Одан да сол білімді адамды тобырға кіргізіп қой, көппен бірге жүре береді, көппен бірге басқарған жеңіл. Міне сондықтан да мынау жеке дара адам білімді болғаннан гөрі, мына қоғам білімді болған әлде қайда жақсы. Өйткені қалған адамдар ілесіп, сол жаңа айтқанда бір екпінмен арасына кіріп кетеді ғой. Қарапайым ғана мәселе, мысалы қарапайым мәселені адам білімсіз танытатын болса, мысалы бізде кезінде Құдайға шүкір әжелеріміз болды. Әжеміз көз тірісі кезінде ана інілері келіп қалады, бір айда бір келеді, бір аптада бір келеді. Анау көбірек келмей қалған інісіне ұрсатын. Ой, сен алып келмейсің деп. Мен сүйегімді мыналарға ұстатпақшысың ба деп. Өйткені шариғатта мысалы сүйек иіс деген қағида бар. Біреудің сүйегін біреу ұстамау керек. Мысалы қыздың, әсіресе қыздың, мысалы қызды кезінде ата-бабаларымыз ұзатып шығарып салған кезде не деп шығарып салатын болған? Өлісі де тірісі де сенікі деп аманат қылып беретін болған. Өлсе өзің жерлей қой деген мағына. Оның мағынасы сол жерде. Енді негізі шариғи тұрғыдан келетін болса, мынау өліктің жаңағыдай, мысалы қыз өлетін болса, оның сүйек иесі міндетті түрде оның ағасы, інісі, не болмаса әкесі, бауыры болады. Мысалы, мынау неке деген нәрсе ер мен күйеудің арасында ол тірі кезде ғана. Неке бұзылды ма, ол міндетті түрде, мысалы, мен өзім білем, әйелімді қай жерге жерлеймін деп айта алмайсың шариғат бойынша. Соның өзіне білім керек. Сен әйелің өлді ма, оның бауырына звондайсың. Ол бауыры шешеді. Өйткені сүйек иесі сол. Мұны қарапайым кезінде қазақтар қандай білімді болған. Өйткені кезінде білесіздер, мынау сен шығарып салған кезде бір жылда ма, 10 жылда ма бірақ көреді. Енді қазір ғой енді жаңағыдай. Сондықтан да олар шығарып салып жатқан кезде, ұзап салған кезде, өлігі де тірісі де сенікі деп жаңағыдай несін рұқсатын беріп қоятын болған. Өлсе жерлей қой деп. Біздің әжеміз жаңағыдай жасайтын. Сол кезде мен ол кезде жаспын, 3-ші класс па, 4-ші класс оқимыз. Сол кезде сұраймын, неғып ұрса бересіз келгені? Бұл менің інілерім ғой бұл. Менің сүйегімді осылар ұстайды ғой деп. Мен сол кезде түсінбейтін, қалай ол сүйегі ұстайды деп. Мына осы жаңағыдай шариғи білімді үйреніп, оқығаннан кейін барып түсініп жатырмыз. Демек, мына Құранда да бар аят қой енді, білімділер мен білімсіздер тең бе дегендей. Біліп сенің іліміңнің дәрежесінде үлкен бір сауаттылық жатады. Негізі бір осы қазақтың қай бір дәстүрін алып қарасаң да, қай бір мақалын алып қаласаң да, осы шариғаттың бір шеңберінде алынған дүниелерді. Осы нәрсеге бір қатты қуанамын да, біздің халық, біздің ата-бабамыз неткен дана болған еді. Бір мақалмен ғана қаншама біздің шариғатымыздағы сүннеттерді сыйдырып кеткен. Таңның берекесі бар, жақсылық жасау бар, ағайын туыспен қарым-қатынас бар. Барлығы осы біздің шариғатымыздың шеңберімізде. Бір ғана мақалдың өзі бір кітап беретін, дүниелер береді. Енді Айдеген мырза, енді өзіңізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі кезде енді мына Әлихан Бөкейханов айтады ғой, ұлтқа қызмет ету ол мінезден. Ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес дейді бір жағынан, мінезден дейді. Демек, бұл не деген сөз? Біздің тек қана білім емес, руханиятымыз да бай болса, біліммен қатар, осы дінімізбен қатар дәстүрімізді ұштастыра алсақ, екі дүниенің басын ұштастырып алып жүру біздің қоғамға, біздің жастарға, біз жаңа қаншама дүниелер салыстырдық, қаншалықты пайдасын тигізеді? Былай келтіру керек, енді мінездің өзі қалай қалыптасады? Мінездің өзі бағана руханиятымыздан. Мысалы, менің өзімнің ұстазым Күнсұлу Оңғалиқызы деген, мен жаратылыстану емес, әдебиет бағытында оқыдым, гуманитар бағытында. Сол кезде бізде үнемі айтатын, поэзия мінезді қалыптастырады. Ал енді мысалы қазақтың қар өлеңі, тұнып тұрған өлеңді, тәрбие өлеңді, тәрбие ол
тұнып тұрған біздің баяғы өткені былайша айтайыншы, ақын толғанып шығарған кезде, ақын ол ондай адам болмауы мүмкін, бірақ ол толғанып шығарған кезде ол бірден ар жақтан келіп тұрған дүние ғой, ойдың барлығы. Толғанып шығарған кезде ол барлық ойды кейде бір шумақ өлеңге де сыйғызып кетіп жатады да. Ал сол өлеңнің өзін алу, бағана айтқан, сіз айтқан білімнен шығады да. Ал сол білім біздің мінезімізді қалыптастырады да. Бағана айтқан, ұстазым айтқан поэзия білімді қалыптастырады. Енді бұл жерде бәрібір де бағанағы өзімнің мен пікірімдемін, бізде санға емес сапаға жұмыс жасауымыз керек та. Бағана ұстаз әдемі айтты. Қоғам сауатты болса деп. Ал қазір қоғамды сауатты қылатын кім? Бағана айтқандай, бәрібір де мектеп. Қоғамды тәрбиелеп отқан ұстаздар, өкінішке орай айлығы аз болса да ұстаздар. Бірақ енді мысалы мен өзім Дарын мектебін тұратын Ақтөбеде бітіріп шықтым. Бізде ескі ғимаратта оқыдық. Әлі күнге дейін сол жерде оқып жатырмыз. Бұрын госпиталь болған, соғыстың кезінде штаб-пәтер болған, сол ескі ғимаратта оқып жатырмыз да. Әрі кетсе бір 400 бала оқиды ішінде. Бірақ сол 400 балаға сапалы білім беріп жатқан ұстаздар. Сол бір дарынның өзінен түлеп ұшқан шәкірттер қаншама жерде жүрміз. Мысалы, Бекжан мырза, сіз де дарыннан бітірдіңіз да, Алматының дарынынан. Ол да ондай қатты бір үлкен мектеп емес. Енді мен бұл жерде айтқым келетіні, біз қандай болса да сол жағдайға көніп, сапаға мән берсек, сол сапаға жұмыс жасап жүрген ұстаздардың еңбегін бағаласақ, соларға біз көңіл бөлсек, өйткені өкінішке орай біздің отанымыз мектептен басталып тұр, біз бәріміз мектепке жауапкершілікті артып тастап тұрмыз. Енді солай артып тұрып па, біз соған көмектесейікші. Жағдай жасау керек. Жағдай жасайықшы. Тамаша. Рахмет. Енді мына тұрғыда ұстаз сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мектеп салу дұрыс. Ол талқыланбайтын нәрсе. Неге? Өйткені ол білім қажет. Ол біздің дінімізде де ілім алудың парыз екені айтылған. Солай ғой. Енді мынандай түсінік бар қоғам арасында. Бізді дін артқа тартады дейді. Дін артқа тартады. Біздің дамымай отқанымыздың себебі осы бір қатты бір дінге беріліп кетуімізде, намазхандар көбейген сайын өзі бір сауатсыздық артып жатыр деген пікір бар. Бұл ақиқат. Бұны мен шығарып отқан жоқпын. Бұл қоғамда жүрген пікір. Енді сізге сұрақ, мына өркениеттің дамуына, елдің дамуына дін қаншалықты әсер етеді? Бұл жерде енді әрине осындай пікірлер сол қоғамға қарап басқамен салыстырып негізі егер кімде-кім өзін біреумен салыстыратын болса, ол ешқашан өспейді ол. Мысалы қазір мына дінді мынау көбінше артта қалып қойған мемлекеттермен, мұсылман мемлекеттермен салыстырады. Иракпен салыстырады, Ауғанстанмен салыстырады, анамен салыстырады. Біреуге қарап біреу өмір сүрмейді негізі. Ал енді мынау дін өркениеттен қалдыратын болса, бұл жерде адамның өзінің жалқаулығы ғой негізі. Мысалы мынау қазір немесе біз дұрыс ұстанбай тұрмыз. Жоқ, ол жерде мысалы дін деген нәрсе ол определенный бір адамның жаңағыдай алға шығарады, не болмаса артқа тартады деген нәрсе емес қой. Дін деген нәрсе жай ғана өзің таңертең тұрдың, таң намазын оқып алдың, ал одан кейін қолың бос, не істейсің істей бер. Бесінің обедтің уақытысы келді, дәретіңді алып намазыңды оқып ал. Ол ары қарай кете бер, не жұмысың бар. Кім сені шектеп отыр? Кім сені шектеп тұр мысалы. Мысалы дінде 5 уақыт намаз, енді основной принцип 5 уақыт намаз енді мақұл. 5 уақыт намазға қанша уақытың кетеді? Максимум бір сағатың кететін шығар, 25-24 сағаттың бір сағаты намазға кетсін. Болды, қалған уақытысында өзіңнің оқитын оқуыңды оқи берсейші. Физикаңды оқисың ба, математикаңды оқисың ба, өзің білесің. Ал енді бұл жерде мысалы қазір мынау мен көп нелерде отыра білмеймін, жаңа Инстаграм, әлеуметтік желілерде отырамын. Бірақ бір білетінім, қанша тобырды сол әлеуметтік желігінде бір адам миын ашып отыр мысалы. Анау жаңа тіркелетіндерді жинап алады, жаңа адамдардың бәрі жинап алады. Мағыр әңгімені айтып отырады жаңағыдай. Соны лайк бастай ма, жаңағыдай, анаусын бастай ма, мынаусын бастай ма, жаңағыдай. Мысалы қорқатын болса, солар қорқып десеңізші. Қорқатын болса, солар артқа тартып жатыр. Мысалы қазір мен өткенде анау Жайдарман бет не еді, оны көп қарай бермеймін мен. Анда-санда WhatsApp-пен класстар жіберіп қалады, басқа қалады. Сол кезде қарап тұрамын. Сол кезде бір несін қалжың қарап қалдым. Анау универде оқып жатқан студенттер анау мақта қыздың рөлін жасап жатыр жаңағыдай. Анаған айран апарады, анаған жаңағы не қылады жаңағыдай. Тұнып тұрған жаңағы коррупция ғой деп. Ол мақта қыз кімге арналған еді ол?
ана жас балаға арналған да анау ол мақта қыздың несі функциясы балаға ойлау қабілетін ұстап қалу. Так, бірінші қайырге барады ол, екінші қайырге барады, ана жерге алып барады, ана жерден қайтып алып келу керек. Сонда ретпен бала шатастырмастан айту керек. Ол анау адамның санасын қалдыру. Оны алып келеді де жаңағыдай университеттердегі балдар жаңағы қалжыңға айналдырып отыр да. Ал енді мықты өзінің маманының мықты қалжыңы болатын болса, өз оқып жатқан саласының қалжыңын айтсын онда. Мысалы медик па, медиктің саласын айтсын. Бүйрекке байланысты, бауырға байланысты, анаған байланысты, мынаған байланысты. Ол не істеп жатыр жаңағыдай көкжиегі қалыптасып қалған жігіт, әлгі анау төмендегі баланың жаңағыдай садиктегі баланың, балабақшаның баланың терминологиясындағы қалжыңдарды айтып жатыр. Ана жерде соған барлығы мәз болып отыр. Деңгейі ол енді. Енді ол деңгейімен қара, мына деңгеймен ана деңгей айырмашылығы қандай, аспан мен жерде. Мысалы универде оқисың ба, сол универдегі мысалы бізде ақындарға таңғалатынымыз пайғамбарымыз хадис бар. Инна фи шар хикма деген. Әлбетте өлеңде хикметлік бар деп. Сен қай өлеңді қара, Абай, Шәкәрім, жаңа бұрынғылардың өлеңін қараш, барлығында бір хикмет бар. Дұрыс па? Түбінде бір хикмет. Өзі ақын ба, ол өзінің ақындығына сай бір хикмет бере алды. Сол секілді мынау сен жайдарданасың ба, сол қалжыңының өзінде бір білім беріп кетті. Әркім өз саласы арқылы қоғамға қызмет етсін. Әр салаңда өзіңе бір сенің қалжыңының өзінде бір білім болу керек түбінде. Не болмаса бір хикмет болу керек. Мысалы сен анау өтірік өлеңмен ана өлеңді салыстырмайсың ғой. Дұрыс айтасыз. Енді осы орайда мынандай дүние ой пікір. Енді біз жауапкершілікті, қоғам жауапкершілігін тек мектепке немесе мешітке артып қоймауымыз керек. Әркім өзінің саласында, әркім өзінің аурасы, өзінің деңгейінде, өзінің мамандығы бойынша, өзінің жұмысы бойынша, саласы бойынша білім беру керек. Білім берсін, қызмет етсін. Ол тек ұстаздың немесе мешіттегі имамның емес, барлық қоғамда осы қазақпын деген азаматтардың міндеті. Солай ғой ұстаз. Сондықтан да мынау бұл жерде айтайын дегенім жаңағыдай мәселе ғой. Сен не айтсаң да, не істесең де, осы істеген нәрсеңді дәл өзіңнің салаң бойынша білім беріп кету керек. Соған қарап отыру керек. Мысалы кезінде мысалы Ибн Ақил деген мынау ғалым өткен. Ол кісі мынау арабтың жаңағыдай өлең жаңағыдай қағидаларын, арабтың тіліндегі қағидаларын өлең шумаққа кіргізіп кеткен. Яғни өзінің ақындық дарындылығы бар, бойында тұнып тұрған қасиеті бар. Бірақ ол қасиетті неге істеді ол? Ол қасиетті алды да грамматикаға істеді. Өлең шумақтарымен, сен әрі өлең шумағын жаттайсың, и плюс сол арабтың грамматикасын жаттайсың. Өйткені өлеңнің бір-біріне сөз саптауларының келуіне байланысты, жаңағыдай Шатыби дейді, жаңағы нелердің әртүрлі нелеріне келіп байланысты, адам есте сақтау қабілеті күшті болады. И плюс сен грамматиканы да біліп тұрасың оның арқасында. Сондықтан да әркім өз саласында, мысалы қазір ананы үйту керек, мынаны бүйту керек деп ақыл айтып отқан адамдардың өздері қарасаң, баласы сондай болып шығып жатыр ма мысалы? Ол өзінен, мысалы әке, мысалы бала әкеден асып туса, кім баласын асырып туғыза алды? Сол ақыл айтып отқан адамдардың өзінің баласын қарашы, жарып тұр ма бір жерде? Сондықтан да өзіңе қарап жаңағыдай бірінші бұл жердегі мәселе мынандай ғой, мынау субъективті адамның өзінің ойын объективке лай ретінде лақтырмау керек. Бұл жерде сөз айтатын сөзінен шығады. Шәкәрім атамыз сөзі бар ғой. Бір өнімін тергенше, өзіңмен күрес өлгенше. Бағанағы қоғамдағы қазіргі осылай жиналуымызға себеп болып отқан тақырыптың өзі тек қана бір дау шығару ғана. Ол жерде хайп деймін не жаңа бір нәрсе істейтін еді ғой сондай ақын. Хайп болуы мүмкін, бір саяси астар болуы мүмкін, или білмеймін, әркімнің жаңағыдай білімнің таяздығы шығар бағанағыдай, білмегеннен, түсінбегеннен. Өйткені мысалы мен ол кісілерді мен беттеріне тура қарап айта алар едім. Сіз келдіңіз ба? Бір дәріс тыңдадыңыз ба? Мешітке барып деп ше. Біз тыңдадық, Құдайға шүкір, осылай жүрміз қазір. Мен біреуді оқытып жатырмын, біреуді ұрып жатырмын ба? Жаман іс жасалып жатырмын. Бұл жерде бағана айтқан әлеуметтік желіден немесе бір көшеден көрген адамнан алынатын білім бөлек, қайнар көзінен алынатын білім бөлек та. Ал енді мешіт көбейсе, бағанағы айтқандай мен айтар едім, діни мәселе азаяр ма еді деп. Өйткені ол жерде шынымен білімді адам отырады да, білім қайнар көзінен алынады.
Сондықтан да ол кісілер бағанағыдай сондай дау тудырдыңыз ба, соның мәселесін шешетін бір ұсыныс алып келіңізші, өтініш. Өйткені бағанағыдай қоғам болып шешілетін дүниеде мен отырдым, мен сырттан нейтралды тұрғыда отырып тек мен пікір айтушымын, или бағана айтқан театрларда болады ғой, жаңа сын беретін адам. Сын болу керек, бірақ сынға сай шешімін де бере алу керек та қоғам. Сөйтсе бәрі өзгереді. Бірақ та енді негізінде бұл тақырып бір осылай тақырып қылып талқыланатын дүние емес еді. Бағана сіз айтқандай жайдармандағы әзілде ол негізі ондай әзіл болатын дүние емес еді. Бірақ өкінішке орай қоғам сондайға кетіп қалып тұр да. Сол мәзі. Ол сондай деңгейге көтерілгеннен кейін болып тұр. Негізінде бағана айтқан бәрібір де біз білімге, сапаға айттық па істеуде бір қоғам болып, андай бір отбасы, команда болып жұмыс жасауда да әңгіме. Енді бүгінгі бағдарламаның негізгі мақсаты ол ненің дұрыс, ненің бұрыс, немесе мынау қатып қалған дүние тек қана осыны ғана істеуіміз керек деген мақсатқа бағытталған емес. Бұл жердегі мақсат не? Ана бір дүние бар ғой, мына қай пайғамбардың кезінде, Ибрахим алейхиссалам кезінде ма, от жанып отқан кезде су таситын. Ибрахим пайғамбарда. Қандай не? Құмырсқа ма? Құмырсқа ма? Құмырсқа деп келеді, жаңағы қарлығашта құс торғай деп келеді, жаңағы. Әртүрлі келеді. Ол жердегі мақсат не болды? Ол бір отты өшіріп тастайтындай қуаты болмаса да, оның ниеті не болды? Сол отты өшірсем өшіруге деген. Енді бұл сұхбаттың да кішігірім мақсаты не? Сол кішкене рухани білім алсын. Қазақтың осы көзі қарақты көрермендердің ішіндегі бір адам болса ой түйсе, осыдан кейін осы дұрыс екен ғой, мектепте мешіттің де өзінің орны бар екен ғой деген пікір алып кетсе, онда біз үшін үлкен бір қуаныш та. Әрине ақы. Өйткені руханиятымыз дамып отырса, дініміз, діліміз, дәстүріміз ұштасып отырса, онда біздің қоғам өркендемей, қандай қоғам өркендейді? Ендеше, ұстаз Айдеке мырза, сіздердің бүгінгі сұхбаттарыңызға алғыс айта отырып, бүгінгі сұхбатымызды тәмамдасақ. Өте кәделі, өте өзекті мәселелерді қозғадыңыздар, сүбелі сөздеріңізді айттыңыздар. Алла разы болсын сіздерге. Бұл жерде тағы бір айтып кезде қосып кететін нәрсе, бұл ана мектеп болса да, мешіт болса да, ол бір-бірін толықтырып отыратын дүние ғой негізі. Мысалы кезінде ваххабизм, салафизм шықты деп айттық. Олар шықты да абайың адасқан, шәкәрімің шатасқан деп шықты. Дұрыс па? Ол сөз факт бар. Сол абайдың да шәкәрімің да дұрыс дінде екендігін имамдарың айтып жаңағыдай мынау дәстүрдің жаңағыдай шариғаттан туындағанын келтіріп берді. Енді мына қазір тәңіршілер шығып жатыр, дұрыс па? Ол жаңағыдай абайың адасқан, шәкәрімің шатасқан түгелі ол былай деп жатыр олар. Абайың да шәкәрімің да арақ құл болған деп. Бұл жаңағыдай кезең-кезеңмен шыға беретін топтар, кезең-кезеңмен шыға беретін ағымдар. Мысалы мектептің өзінде сол мектеп жастағылар сол абай мен шәкәрімді дұрыс танып шықса, кейін мына жақтан мешіттен біз өзіміз турлап ала саламыз. Абайың да мұсылман болған, шәкәрімің да мұсылман болған деген секілді. Сол секілді мектепте әрқайсысы өзінің функциясын дұрыс атқарса болды. Қоғам дамиды. Рахмет. Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Бүгінгі тақырыпта өте өзекті мәселелер көтерілді. Біздің мектебіміздің орны, мешітіміздің орны, руханиятымыз, дініміз, дәстүріміз барлығы бір арнаға тоғысқанда ғана өркениетті мемлекеттердің қатарында боламыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.